Базиля Түспекқызы, Сырлы қаба, сұлу марқа, 7 бөлім, үйге қайтар жолда, Қарабалта тарихта. Күз келді. Қарағайлы бұлақпен қош айтысып, үйге де қайтатын уақыт таяды. Ауылдың дүкеншісі бір арбашымен Тосқайынға жүкке жүрмекші. Әпекеміз сәлем сауқаттарымен мені сол арбаға отырғызды. Хош айтысып шығарып салды. Арбамен жүру жеңілдеу екен. Айналана қарап, дорбаннан аларынды алып жеп, анда-санда арбаның дөңгелегі тасқа тигенде секіріп отырасын. Арбамен қатарласа 2 салт атты дүкенші әйел мен жолдасы жүріп отырды. Жол бойы көптеген әңгімелер айтысып, жол талай қысқарғандай болды. Көлдің шетіндегі тасты өткелден өткенде, арбаның бір дөңгелегі тасқа соғылып сынып қалды. Азаматтар іліндіріп жөндегендей болды. Бірақ та бұрынғы қарқынды жүрісімізден айырылып қалдық. Асқар бейіті деген моланың жанына келіп тоқтап, түнемек болдық. Қараңғы түсті. Айнала нуырман үлкен-үлкен қарағайлар. Аспан тәлеңкенің түбіндей болып әрен көрінеді. Жан жағымыз жабылып, тар қапаста тұрғандаймыз. Қоршап жұтатындай көрінеді. Өте қорқынышты. От жаққан соң бойыма жан кірді. Енді ешкім маған ештеңке істей алмайтындай көрінді. Оттың жанына жақындай жайғастық. Тамақтана отырып, ұзақта қызу әңгімеге кірісті. Мені қымтап орап, ыңғайлы деген жерге отырғызды. Сатушының күйеуі салт атпен арбаның дөңгелегін жолдағы Уранхай ауылына жөндетуге әкетті. Арбакеш қария қапас, өте қалжыңбас кісі екен. Біздің шегімізді қатырды. Айтқан әңгімелерін тыңдай бергім келеді. От жанып тұр. Анда-санда түнгі ұшатын құстардың ащы дауыстары бір шығып қояды. Сол кезде моланың жанында отырғаным есіме түсіп, бір елезіп қаламын. Айналама қарайлап қоямын. Қария көпті көрген кісі, жанымыздағы Зират Асқар деген кісінікі деді. Ол көшпелі өтпелі замандарда ауылдың басы болған. Шекарашылармен бірге Қытайға қашып бара жатқан бандиттерді қуалаған осы жерде. Қарабалтаның қолынан ажалын тапты деп біраз үнсіз қалды. Халық зарлаған заман, әділ ме, әділетсіз қолындалып барама. Онда ешкімнің шаруасы жоқ. Халық жауы деген сыбыс болса болды, адамдарды түнімен аулап айдатып қоя беретін заман. Ауылдардың бет жүздіктері болған ірі тұлғаларын бірінші айдап әкеткен. Сонынан 16-17 жастағы қыршын жастар мен қариялар да айдалыпты. Бұл тек біздің Қаба өлкесінде ғана емес, Қазақстан еліне түгел келген бейнет еді. Бұл не деген халық жаулары? Кімге қарсы жауласып жатыр? Ешкім түсінбейді. Зар жылаған қатын бала шаға. Қызыл қанға боялып, нақақтан кетіп жатқан азаматтар. Біздің жақтан дегенде 40 азаматты Қатон-Қарағайға апарып, сотсыз бір түнде атып тастаған. Бұл топтың ішінде ауылымызда тұңғыш мектеп ашқан азамат Әйке де бар. Қызыл отаудың жетекшісі өнерлі азаматтың бірі Бастаубай. Маған қарап, иегімен нұсқап, сендердің ағаларың ақын Мәми бар. Кейіннен естідім, осы топтың ішінде халқымыздың әйгілі әншісі Бибигүл Төлегенованың да әкесі болған. Сол жердің НКВД-сында Қарабалта да қызмет атқарыпты. Қаншама азаматтардың еш жазықсыз
өмірлері қиылып жатқанына жаны түршігеді. Жігіттерді қорлап, істемеген нәрселерді істедіңдер деп мойындатпақ үшін жандарын қинаған. Кейде тобымен әкеліп, өздеріне шұңқыр қаздырып, тұрған орындарында атқан. Келесі атылатын топқа шұңқырды жатқыза салып отырған. Қарабалта көзі ашық, өте айлакер, мерген де мықты жігіт болыпты. Қаны қарайып, мына құсап қырыла бергенше, өлсем де талайын жамбасыма баса кетейін деген ой келеді. Жоспар құрып, жанына сенімді жігіттерді жинай бастайды. Отрядта аздау кісі қалған сәтті аңдиды. Осылайша бір күні қолдарына барлық қара жарақтарды түсіреді. НКВД-ның бастығының тірідей қарнын жарып, мойынан аспақтап көшеге іліп қояды. Кеудесіне иттер, итшілік өмірмен бәрін өлесіңдер деп жазып кетеді. Қару жарақтарды алып, босаған тұтқындармен тауға қашады. 3-4 жылдай Күршім, Катон, Марқакөл аймақтарында шекарашыларға тыным бермеген. Күштері де күннен күнге көбейе түскен. Қашқандардың барлығы осы Қарабалтаның жасағына қосылған. Жердің ой шұңқырларын жақсы білгендіктен ұстатпай айласын асырып отырған. Бір жерде тұрақтап ешқашан тұрмапты. Әділсіздіктен қорланып, намыстары тапталған жігіттерге бәрібір еді. Әйтеуір бір өлім дескен. Қарағайлы бұлақтағы бертін қайтыс болған Гаряев шалдың айтуынша. Олар өте қатыгез болған. Тұтқынға ешқашан ешкімді алмапты. Қолдарына түскендерін түгелімен қырып тастап отырған. Шекарашылар аңдығанымен қолға түсіре алмапты. Жер жұтып қойғандай жоғалып кететін көрінеді. Неше апта аңдыған аңдушылар кете сала, қайдан шығатындары белгісіз жетіп келеді екен, және олар аздан бөлініп жүрген. Мықты-мықты аттарды, азық-түлікті тонайтын қарақшылар деп түсінген бала Гаряев. Ол кездерде қарақшылар болса, қазіргі кезде ұлты жоғалып кетпеу үшін күрескен нағыз отан сүйгіш азаматтар. Оларға үкіметтің ауданда орналасқан кішігірім жасақтарының шамалары келмеген. Қосымша әскер шақырылған. Көмек көрсетіп ұстап берушілерге Қарабалтаның басына ақшалай пұл қойылған. Қарабалтаның жасақтары күннен күнге көбейіп, күшейе түскен. Қай жағынан келіп қырып кететіндерін білмеген шекарашылар үнемі қыл үстінде тұрған. Ел іші де шамалары келгендерінше жасырып көмектескен. Қанша жасырып, қаншалықты адам басы қосылғанымен, үкіметтің аты үкімет емес пе еді. Қыспаққа ала бастайды. Әбден қыс түсе бастағанда Қытайға өтіп кетіп, көктемде елге қайтадан оралып отырған. Жаралы, кемтарлары қалып отырыпты. Көктемнен қара күзге шейін жорықтарда жүрген. Аймақтардың зәрелерін алып, ойран топырларын шығарған. Милиция жерлерді жақсы білетін жергілікті азаматтардан жасақ құрады. Оларды ауыл советінің бастығы Асқар атты азамат басқарады. Үкімет солдаттарына қосылып, өзіміздің жерде құралған жасақтар Қарабалтаның соңына түседі. Жерлердің сырын білетін жергілікті адамдар сондарынан түскен соң жағдайлары ауырлайды. Осы Асқар бейтінің тұсынан жасақтары мен Қытайдың шекарасына қарай жылжиды. Сол кезде
шекарашылар қара балтаны қоршауға алады. Жолдарына тұсақ құрылып, осы тұста үлкен майдан болыпты. Қолға түссек, бәрібір өмір жоқ, әйтеуі бір өлім. Қандары қалғанша беріспеске ант беріпті. Қараңғы түссе, екі жақта да тыныштық орнаған. Қарабалта өзіне ғана мәлім тар жолмен жасақтарының көбін Қытайға өткізіп жіберген. Елден кетпейміз, не болса да көндік, жасымыз келіп қалды. Елде өлсек арманымыз жоқ дегендермен қалады. Таң саз бере атыс тағы басталады. Қарабалтаның аңдығаны асқар көрінеді көбінесе. Бір кезде ретін келтіріп дәл маңдайдан атқан. Өзі де мерген болған ғой, қалт жібермепті. Абыр-сабырды пайдаланып, қашқандары жоқ болып кеткен. Қашпағандарын тұтқындап, Қарабалтаны қираттық деп жар салыпты. Қарабалта аман есен шекарадан Қытайға өткен. Ол жақта жақсы тұрмыс құруына бір жағдайлар себеп болыпты. Ертегіде бір бай адаммен жолыққан. Ол кісінің екі қызы болған. Үлкен қызына бір дерт кез болып, қанша емдетсе де жазылмапты. О дүниелік болған соң, шеттеу жерге зират жасап жерлейді. Ертеңінде ата-анасы зират басына барса, қызы ақыреттен алынып, сүйеліп отырған. Бұл не деген сұмдық десіп, қайтадан жерлейді. Молаға барған сайын көретіндері сол болған. Баласының о дүниеде де тыныштық таппағанына әкесі қатты қайғырыпты. Күннен күнге қызының сүйегі мыжғыланып, шал есінен айырылудың алдында болады. Аңдушылар көрді қазып жүрген адам жейтін аю екенін айтады. Еш қайсысы мұндай үлкен аюды алуға келіспейді. Әкесі ел ішіне хабарландыру береді. Кімде кім аюды ұстап өлтірсе, соған екінші қызын қалыңдыққа бермекші болады. Және қартайып та қалдым, менің бар байлығыма да ие болады деген. Басында талай азамат бағын сынаған, бірақ та аюдың тырнағынан ажалдарын тапқан. Бұл хабар Қарабалтаға да жетеді. Ертеде Ресейдің Тула деген қаласында жасалған шертпе мылтығы болыпты. Осы мылтығының арқасында талай жауларын жер жастандырып аман қалыпты. Шертпе мылтығын асынып, ол да байдың аулына келеді. Моланы басына барып, күзетуге кіріседі. Айналасын шолып өтеді. Дәл моланың қоршауының жанында биік қайын ағашы өсіпті. Соның үстіне шығып аңдуға кіріседі. Түн ортасы ауа басқанда әбден өлген адам жеп құныққан аю да келеді. Қарабалта талай жаулармен шайқасқан жүректі адам. Бірақ та аюдың түрін көргенде таң қалғаны сонша жүрегінің дүрсілі жиілепті. Үнемі ажалмен арпалысқан адамға шайқастың өзі қажыр мен қайрат беретін көрінеді. Өмір мен өлім тай-таласқа түседі ғой. Аю қайынның басында отырған адамның иісін бірден сезеді. Жыртқыш аң қайынды бас салып бірақ еді. Адам алдына жақын келгенде аузын арандай ашып екі қолымен бас салмақшы болады. Қайын босап кетіп, сынбай тек майысып, қайтадан орнына келеді. Ызаланған апандай аю осы әрекеттерін 2-3 рет қайталайды. 3-ші рет қайынды еген кезде
Қарабалтаның басы тура аюдың аузына таянады. Осы мәзетте арандай ашылған аюдың аузына шертпе мылтығы мен тура атқан. Ішінің дал-дұлын шығарып, сеспей қатырған. Өкірген аю дауысынан мола басына ауыл түгел жиналады. Қапас атаның айтуынша, Қарабалта Қытайда қалған. Үбірлі-шүбірлі болып, жақсы өмір сүрген. Елге бара алмаймын, үкіметтің әділетсіздігі үшін қарсы шықтым. Халық жауы деген атақ пен абақтыда қорлық көріп шіргенше, қалған өмірім осы жақта өтсін. Еліме, жеріме деген сағынышымда шек жоқ. Болашақта біздерді қарақшы демей, мүмкін басқаша да қабылдайтын заман болар. Оны тарих пен ұрпақтар өздері шешеді, депті. Мен жылы оттың жанында жатып алып, осы Қапас ата да Қарабалтаның жанында болған ба деп ойлап қалдым. Ол кісінің өмірінен хабарлар екені білініп тұр. Өзі кемтар, аяғын ақсап басады. Өзі туралы тіс жарып ешқандай әңгіме айтқан жоқ. Қазақтар жуас момын халықпыз ғой, басымыздан не өтпеді? Ары өткендер де, бері өткендер де қырды. Көзі ашық бір азамат. Ой, ағайын, өлтіріп жатса, тым болмаса біреуін ала кетпейсің бе? Деп қынжылыпты. Енді қайтеміз, өлтірсе өле беретін шығармыз, деп жауап берген. Осындай әңгімелерді естігенде тура намысқа тиетін. Қарабалта құсаған азаматтар әр кезеңдерде болды ғой. Мүмкін еліміз ел болып сақталып қалғаны осындай азаматтардың арқасы шығар. Әр аймақтың өздерінің биік тұлғалары бар. Қарабалта біз жақтың ескерусіз қалған тұлғасы. Асқар бейітінің жанынан өткенде қарақшылармен соғысқан батыр деп санаймыз. Қарабалта қанішер бейнесінде қалды. Таң біліне жақсы әңгімеден кейін шырт ұйқыға еніппіз. Көзімді ашсам, тоғайдың іші жап-жарық. Күннің сәулелері қарағайлардың араларынан нұрын төгіп тұр. Тұрсандаршы дегендей, мазасызданған торғайлар шықлықтап бұтақтан бұтаққа секіруде. Урунхайкаға кеткен азамат келіп, арбаның дөңгелегін салып, аттарын шегіп жатыр. Түске таяу сәрмөңкемізге жеттік. Сол жолда мені орап шымқап жеткізген Жанкен апайымызға, Қапас ақсақалға, апайдың жолдасына топырақтары торқа болсын дегім келеді. Үшеуі де бақилық болған.